Елбасы бекіткен 100 нақты қадам ұлт жоспарының 35-36 қадамдарына сай ауыл шаруашылық жерлері биылдан бастап жеке меншікке беріле бастайды. Егістік пен жайылымды шабындықты сату аукцион арқылы ағылшын тәсілімен жүргізіледі. Бүгін осы қадамдарды түсіндіру мақсатында Ақтөбеге арнайы келген ұлттық экономика вице-министрі Қайырбек Өскенбаев жергілікті атқарушы органдардың ауыл шаруашылық құрылымдарының басшыларымен кездесті. Жиынға облыс әкімі Бердібек Сапарбаев төрағалық етті. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді тиімді және ұтымды пайдалану бүгінгі күннің талабы. Ұлттық экономика министрлігі 2012-2014 жылдар аралығында жер учаскелерін түгендеп, бос жатқан 7,5 миллион гектар жердің таяу болашақта құнарын жоғалтатындығына көз жеткізген. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаев Ақтөбе облысының есебіндегі ауыл шаруашылығы мақсатындағы 25 миллион гектар жердің иесіз қалмау керектігін баса айтты. Бүгінгі таңда 120 мың гектар жер пайдаланбайды. Қазір енді сол үшін біз енді жұмыс жасап жатырмыз. Негізгі бос жерлерді аукцион арқылы алам деген кісілерге сатып жатырмыз. Сол құжаттарды дайырлау үшін біз жергілікті бюджеттен биыл 58 миллион қаржы бөлдік. Біздің жоспарымыз бойынша биылғы жылы ең кем дегенде 189 мың гектар осы аукцион арқылы сатылу керек. Мынау қазіргі кезде әсіресе мынау дағдарысқа сәйкес біз енді мына экономиканың дамуының қосымша көздерін іздестіруіміз керек. Соның біреуі ауыл шаруашылығы. Ауыл шаруашылығы жерлерін ұзақ мерзімге жалға алып отырған азаматтардың кемшілігі ортақ. Жерді тиімді пайдаланбай, өңдеу әдістерін қолдануды қиынсынады. Ал шабындық пен жайылымның егістіктің басыбайлы қожайыны атанса, қара жердің қадірін түсінетіндігі анық. Ең басты міндет сол жердің игілігін халыққа бағыттау. Біз өзіміз тамақпенен қамтамасыз етуіміз керек. Ол үшін жерді тиімді пайдалануымыз керек. Жер бос жатпау керек. Ең негізгі мәселе осы. Еліміз бойынша пайдаланылмай жатқан 7,4 миллион гектар жердің 3 миллиондайы мемлекетке қайтарылған, ал 1 миллиондайын қайтару қиындық тудырып отыр. Өйткені ол жерлер ауыл шаруашылығы айналымынан шығып қалған. Ұлттық экономика министрлігі басшылығының Ақтөбеге сапарының негізгі мақсаты да заңның осы талаптарын түсіндіру, халықтың көкейіндегі күмәнді сейілту. Ешқандай құқықтары бұзылмайды. Қазіргі жалға алып отқан жерлердің кәсіпкерлердің, өйткені үкімет өзі келіскен шараларында нақты тұрады. 49 жыл қалды ма, сол 49 жыл ол жалғауға отыруы мүмкін. Ал енді оның алдында сатып алам десе, ондай құқық беріп отыр жер. Сосын барып екінші туындайтын нәрсе, мынау енді жер сатылатын болғасын, оның кадастрлық бағасы өсіп кетпей ме деген сөз. Жоқ, ешқандай кадастрлық баға өспейді. Бүгінгі жиын барысында министрлік өкілдері жер кодексі, салық кодексі мен басқа да заңнамаларға енгізілген өзгерістерді де түсіндіріп өтті. Мүдде бір, мақсат ортақ. Алайда жерде жекеменшікке беретін уақыт таяғанымен аудан ауыл басшыларының түсіндіру жұмыстарындағы шикіліктері ашылып қалды. Ауыл шаруашылығы құрылымдарының басшылары да көп өзгерістен хабарсыз. 10 мың гектар жайылым жер болса, оның кадастрлық несі бағасы 120 миллион болады. Оны 10 жылға бөлгенде 50%-мен жаңағы жеңілдікпен бергеннің өзінде жылына 6 миллион төлеу керек. Бізде мына Ақтөбе облысының шаруа қожалықтары қазір мал шаруашылығымен айналысып жатыр. Бірақ та бұл шаруа қожалықтарының бәрінде кредиттері бар, бастарынан асқан. Қазіргі осы кезде әзірге мен аукцион арқылы ешкім жерді ала алмайды деп ойлаймын. Ешқандай жерлердің кадастрлық баға өзгермейді. Қазір аукцион арқылы жер сатылғанда оны нақты бағасын көре жатамыз ғой енді. Сатыла ма, сатылмай ма. Сонда сосын барып осы мәселеге қайталап ораламыз. Бағасы қымбат, мал аламыз ба, жер аламыз ба деп. Малды да алу керек, жерді де алу керек. Менің ойымша, оған ынтасы бар адамның қаржысы болады. Жаңа енді Қайырбек Айтбайұлы айтты ғой. Егер 2 рет аукцион жасап өтпей қалса, 3-ші рет өткізу керек. Кадастрлық бағасын 50%-ға төмендету керек деп. Одан кейін 10 жылға созу керек, бөліп төлеу деген. Енді соған есептеңіз жаңа. Ел ішінде жер кодексіндегі жаңа өзгерістерге байланысты ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді шетелдіктердің сатып алу ықтималдығына байланысты күдік бар. Алайда вице-министр Қазақстан азаматы еместердің қазақ жерінен күдерін үзіп, жекеге алуына тыйым салу заңда қаралғандығын ескертті. Даже сатып алған кезінде ол мемлекеттік органға барып, сіздерге әкімшілікке барып,
ол мемлекет меншігіне ол жерді қайтару керек. Сосын барып әкім ол жерді 25 жылға қайрадан оған жалғауға береді. Түсіндіңіздер ме? Жеке меншікте шетелдік азаматтарда ауыл шаруашылық жерлері болмайды. Жиын барысында белгілі болғандай, Алға ауданына қарасты Ақай селолық округінің аумағында мал өсіріп, мемлекеттік бағдарлама бойынша жылқы алған жеке кәсіпкерге ауыл басшылығы жер бөлуді күрделендіріп жіберген. Тіпті округ әкімі селоға тиесілі жердің көлемін білмейтін де болып шықты. Демек, Ақай өңірінде не жердің есебі жоқ, не болмаса басшысы біліксіз. 112 мың гектар деген енді аз емес қой, мысалы. Оның өзі де өтірік. Менің ойымша, ол енді 112 мың емес, енді ең кем дегенде бір 500 000 гектар жер пайдаланбайтын шығар. Ақтөбе облысында не көп, жер көп. Бірақ оны зерттеп, қадағалап, бақылап отқан ауылда әкімі жоқ. Мына жер қатынастары жоқ. Ұйықтап отыратындар. Қазір енді біраз адамдар ауыл шаруашылығының пайдасын түсінді. Егінменен, малмен айланысыз келеді, біз оған жағдай жасамаймыз. Біз айтамыз, егіндер, малдың басын көбейтіндер дейміз, өзіміз жер бермейміз. Түптеп келгенде елбасының тапсырмасына сай ауыл шаруашылығы жерлерінің құнарын арттырып, пайдасын көру үшін жасалған қадамдар елдің мүддесіне сай келеді. Сондықтан да облыс әкімі аудан әкімдерінің орынбасарлары мен ауыл әкімдеріне жаңа өзгерістерді қарапайым халыққа қарапайым тілмен жеткізуді тапсырды. Жиын қорытындысы бойынша ұлттық экономика министрлігі жергілікті атқарушы органдарға 4 міндет жүктеді. Оның алғашқысы жерде сатып алушылардың тізімін жасау, екіншісі қажетті қаржыландырулар арқылы іс-шаралар жоспарын пысықтау, үшіншісі 1 шілдеден бастап жерді аукцион арқылы сатуға кірісіп кету, төртіншісі ай сайын ұлттық экономика министрлігіне атқарылған жұмыстар бойынша есеп беріп отыру. Ал облыс әкімі Бердібек Сапарбаев аудан ауыл әкімдеріне осы жұмыстарды пысықтау үшін 1 ай уақыт берді. Серік Әбдібек, Аманжол Айтмағамбетов, Қазақстан, Ақтөбе.